Ассалаумағалейкум. Қазақстандық бокс жанкүйерлері дәл қазіргі сәтте Данияр Елеусіновтың болашағы туралы жаңалықтарды тағатсыздана күтіп жүргендігі шындық. Осы ретте қазақ жауынгері еліміздің телеарналарының біріне сұхбат беріп, біраз нәрсенің басын ашып бергені дұрыс болды. Әйтпесе матч румынан кеткелі бері біз ол туралы тұшымды жаңалық ала алмай әуре болдық. Ең басты жаңалық оның промоушыны. Мұнда Данияр нақты болмаса да шет жағасын айтып қалды. Оған сәйкес біз қазақ боксшысын енді Thriller Fight Club'тан көретін болдық. Бұл соңғы кездері атышулы жекпе-жектер өткізіп жүрген ұйым. Джейк Пол мен Бен Аскреннің арасындағысын естеріңізде шығар. Міне осы кешті Thriller Fight Club ұйымдастырған болатын. Олар сондай-ақ Теофимо Лопес пен Джордж Камбасос арасындағы бокс кешінде ұйымдастырады. Данияр осы жекпе-жектің андеркартында шығады деп жоспарлануда. Бұл 14 тамызда өтетін кеш. Мен мүмкін сол жерде өнер көрсететін боламын. Қарсыластың есімін атаған жоқ, сондықтан олардан нақты ақпарат күтудемін. Шамамен бұл тамыз-қыркүйек айлары. Олар айтқанда бірден Америкаға аттанып жаттығу жұмыстарымды жалғастырамын дейді Данияр. Келесі қарсылас кім болады деген сұрақ ол маған бұл тақырыпты құпия ұстауды тапсырды, бірақ нені құпия ұстарымды да білмей отырмын, өйткені нақты қарсыласымды білмеймін. Бірақ менеджерлер бірнеше есімдерді атады. Олардың арасында топ деңгейлі қарсыластар жеткілікті дейді ол. Осы сұхбат барысында жүргізуші қыз шамамен ол кім болады айтыңызшы дегенде Данияр қалжыңдап Кроуфорд дегенді айтты. Например, чтобы понимать хотя бы. С Кроуфордом. В общем, следующий бой. Я шучу. А я уже поверила, вы понимаете? Мне сказали пока не озвучить, чтобы это не оказалось потом неправдой. Әрине, әркім өз ойынан хабар береді. Қалжыңшының араласы Данияр өзінің арманын айтып қалды. Алайда Кроуфордқа дейін алысырақ. Тағы бір 3 мықтылармен болар кездесулерден соң чемпион Кроуфордты да шынайы қарсылас ретінде қарастыра бастайтын шығармыз. Ал Садриддин Ахмедовтың 16 шілдеге жоспарланған кездесу өтпейтін болды. Ол тура осы күні Канадада жергілікті былғар қолғап шебері Мпонда Калунгамен жолығуы тиіс болатын. Алайда қазақ сарбасы белінен жарақат алып қалған көрінеді. Толықтай емделіп шығу үшін 1,5 ай уақыт қажет. Демек Садриддин кездесуге дейін үлгермейді. Бір ғана бізді жұбататыны қарсыластың айтарлықтай мықты еместігі. Осы кеште өнер көрсету үшін Садриддинге ұзақ уақыт көлемінде қарсылас іздестірілді. Бірақ сол күйі ешкім таба алмаған, нәтижесінде бір залда жаттығатын Калунгамен шығуды жөн деп санаған болатын. Енді міне көріп отырғандарыңыздай ол да болмайды. Қазір Садриддинге бірінші кезде жақсылап емделу қажет, сосын қайта қалпына келу кезеңін өткеру де маңызды. Ал бұл аралықта промоушн оған жақсы оппонент тауып үлгеретін шығар. Енді біз Садриддинді қыркүйек айынан бері көре алмаспыз. 7 жекпе-жектен кейін чемпиондық сынға шығу. Тұрсынбай Құлахметтің менеджерлері бұл боксшыға міне осындай тапсырма беріпті. Бұл қаншалықты шынайы? Менімше мүмкін. Құлахмет алдағы сенбі күні Алматыда өтетін бокс кешінің басты жекпе-жегінде өнер көрсетеді. Ол ресейлік Алексей Евченкомен жұдырықтаспақ. Алматыдағысында Тұрсынбайға да мықты қарсылас іздестірілді, бірақ табу қиынға соқты. Нәтижесінде Евченко ғана рингке шығуға көнген. Бұл жігітте жеңіс пен жеңіліс қатар келе жатыр. 19 жеңіс және 14 жеңілісі бар. Бірақ ресейлік ардагер 35 профидегі кездесуде бір рет қана нокаутпен ұтылыпты. Енді қызық міне осында. Тұрсынбай орыс боксшысын құлата алады ма? Осы ретте бұқаралық ақпарат құралдары Құлахметтің Макале Макгоумен мезгілінен бұрын ұта алмағанын алға тартуда. Бірақ боксшы бұл туралы ол кезде мен Джейми Мурмен жұмыс жасағанымда міндетті түрде нокаутқа жіберер едім. Өйткені британдық бапкермен көп нәрсе үйрендім. Алдағысында да соңына жеткізуге тырысамын деді ол. Естеріңізге салайық, бұл сын 10 шілде күні Балуан Шолақ спорт сарайында өтеді. Жігіттер, бейне материал ұнады ма? Онда арнаға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізді көретін көптеген көрермендеріміздің басым бөлігі арнаға жазылмағандар. Сондықтан статистикамызда төменге кетуде. Бұл ретте сіздердің көмектеріңіз қажет. Осы бейне материалды жан-жаққа таратыңыздар. Және осыны көріп отырғандар барлықтарыңыз арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл үшін сіздерге алғыстан басқа айтарым жоқ. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.